Жусан мәселесі спорный болып кетті. Және Инстаграмда маған көп сұрақтар келді. Оның ішінен мен 5 ең топовый сұрақты таңдап, осы 5 сұраққа бүгінгі видеода мен сіздерге жауап бермекші болдым. Әрине, Инстаграмға бұл видео сыймайды, себебі өте ұзын. Так что мен ютубқа жүктемекші болдым. Оның ішінде жусан ешқашан ұзын болмайды деп айтатындары бар. Жусан аллергия қолдануға бола ма дейтіндер бар. Және де видеоны түсірмей қытайлар көріп бәрін алып кетеді деп айтып отқандары да бар. Так что көп создай бермей, давай кеттік бастайық. Бала, айналанда жусан жоқ дейді ғой. Жоқ дейді. Айналанда жусан жоқ қой дейді. Жусан ондай үлкен болмайды дейді. Так, мен сразу айтайын, жусан үлкен болады. Міне ChatGPT-ні өзінен сұрадым. Өздерін сұрақ көріңіз, простой ChatGPT-ні өзі біледі, что жусан ұзын болады. 2 метрге дейін ұзын болады. 2 метр. 2 метр дейтін біздің ұзын бойлы адамдардан да биік қой. Давай, екінші сұрақ, ол түсірме. Сұрақ дегенде ол сұрақ емес. Түсірме, қытайлар қорықпады. Қытайлар қорықпады дегенде қытайлар көрген бәрін алып кетті, олар керек нәрсенің бәрін алып кетті. Олар жусанды бұрыннан бері біліп қоятын еді. Менсіз-ақ біліп қоятын еді. Керек болғанда олар бәрін сыпырып алып кетуші еді. Давай, үшінші сұрақ, ол жусан аллергияны емдей ма дейді. Жусан аллергияны емдемейді, болмайды. Жусанды аллергия ешқашан қолданбай-ақ қойыңыздар. Себебі жусан ол қатты аллергиясы бар адамдар оған резко реакциялары болуы мүмкін. Одан да лопухты қолданыңдар. Үлкен исследование өткізді, қырғын сайтта ақтарып шықты. Және де міне жусан орнына лопухты қолданыңдар деп жатыр. Жусанды ешқашан қолданбаңдар. Міне при рассмотрении народных средств для лечения аллергии с использованием лопуха и полыни, міне критическое важное различие между этими двумя растениями. Мына екі өсімдіктің арасы слишком әртүрлі, короче, мыналар. Міне одан да лопухты, корень лопуха дейді. Самочувствие при аллергических реакциях, өзінің самочувствиені жақсарту үшін. Оның компоненті инулин, природный пребиотик. Ішек қарын асқазандағы микрофлораның өсуіне көмектеседі екен осы. Міне так что міне рецепт. Бір стакан қайнаған суға бір қасық құрғақ тұнталған лопухтың тамырын қайнатамыз. Сосын міне қыздырып ішеміз. Жарты стакан күніне 2-3 рет ішеміз. Оның басқаша да рецепттері бар екен, бірақ оларды қазіргі видеода айтпаймын. Себебі бұл видео жусан үшін. Так, төртінші сұрақ біздің. Қалай қолданамыз дейді енді. Көбісі айтып жатыр. Сен түсіріп қалай қолданамыз? Мен айтамын, мен ондай көп қолданып жатқан жоқпын. Мен адамды емдейтін адам емеспін. Және сиырларымыз Аллаға шүкір ондай көп ауырып жатқан жоқ. Міне, бірақ мен кейбір ауруларды емдедім. Біріншісі ол міне қотыр, ол ондай қиын проблемасы жоқ. Ішкі майды ертіп, ішіне міне екі бөлік ішкі майға бір бөлік ұнталған жусанды саламыз. Болды, оның арқаларын жақсылап тұрып, бір слой қылып жағамыз. Сонымен күнде бір аптаның ішінде бір кетіп қалады. Бір апта, 2 аптаның ішінде кетіп қалады. Қотырдың мықтылығына байланысты. Сосын аппетитті ашады. Бұқалар кейде жемді жемей қояды, аткорымда тұрған бұқалар. Соларға мен аппетит ашылсын деп жусан берем, бөлек арнайы жусан берем. Енді айтып тұрғандар қандай түрі? Мен айтам, түрлері өте көп. Жусанның түрлері өте көп. Сосын пайдалылары бар, зияндары бар. Зияндарын білмеймін, мен беріп жүрген бәрін пайдалы. Любойсын берем, любойсын жейді, любойсын применять ете берем. Бірақ улылары да бар дейді, міне 5 түрі. Ол 5 түрін мен Инстаграм келесі видеосында разбирать еттім. Оны, если что, көріп тұрсаңыз. Жусанның көп түрлері бар. Соның ішінде улылары да бар. Сол улыларын мен сұрақ көрдім, қазір көрейік қандай улылары бар екен. Так. Міне олар пайдалы негізі, бірақ та улылары да бар. Міне 5 ең улы жусандар. Так, полынь горькая, полынь цитварная, полынь обыкновенная, полынь однолетняя, полынь сиверса. Так, көрейік. Полынь горькая. Полынь горькая. Бұны мен танитын жусаным ғой. Бұны мен жеп жүрмін, мұны ғой. Мынау сендер емен дейсіңдер ма, ермен дейсіңдер ма, сол емес па бұл? Міне, қазір көрсетемін оны ұстап. Міне мынау ғой. Мыналарды алып жеп қоям. Бұлар апашшы дәмді, біртүрлі, бірақ пойдет. Жеп жүріп. Да, кеттік келесі. Келесі бізде полынь цитварная.
полынь цветварная. Мына біздің ағаш жусан емес пе? Бұны да мен жеймін. Бұл да дәмі кезінде біз сағыз деп шайнайтын едік. Анау ауыздан күшті иіс шығып тұрады, шайнап алсаң дұрыстап. Кейбіреулер жей алады, кейбіреулер жей алмайды. Лично мен жей аламын, нормально. Манағы міне дәмі күшті оның. Білмеймін, маған ұнайды лично. Былай тез шайнап жеп қойсаң, ащы. Аузына сорып, не істеп, жайлап, шетінен тістеп, шайнап жесең. Да, келесі көрейік. Міне полынь обыкновенная. Мынау не, ағаш жусан емес пе бұл да? Манағы мен айтып отқан. Ағаш жусан сияқты. Так, келесі полынь однолетняя. Мынау не ғой, сайлардың жанында өсетін. Сайдың жағасында мынауда өсетін. Оны мен қазір көрсете алмаймын, ол аз өсет бізде. Ана жин табу оңай шаруа емес. Келесі бізде полынь сиверса. Полынь сиверса. Ой, мынау алдында горький емес па? Горький полынь. Манағы емен деп отқандарын. Бірақ бұны полынь деп атса, бұл жусан деген сөз. Енді ойларыңыз не, бұл улы жусандар ма шынымен? Бірақ бұны күнде малдар жейді. Күнде мен жеп жатырмын. Оны білем, әрине чрезмерный нормалар деп жатыр ғой. Оны көп қолданып қойсаң, анау, мынау, бірақ болады ғой анандай жерлер, чисто жусан өсетін жерлер. О же мал жусандан басқа ештеңе жемейді. Бұндай, мынандай ағаш жусанды ғой жейтін. Сіздің ойларыңыз қандай ал? Енді сұрақтарыңыз бар ма? Міне, мен жауаптарым өтірік па, дұрыс емес па, дұрыс емес деп ойласаңыз, жазыңыз, қай жерден қате жібердім. Әрине, мына же вроде мен доказательстволарды әкелдім, дәлелдедім. Дәлелдей алғанша, бірақ сендердің қарсылықтарың бар да шығар.